Жап-жас екенсіңдер, бізге қарағанда. Үлбіреп тұрмыз ғой. Иә, үлбіреп тұрсыңдар. Үзіліп тұрмыз. Шектеріңмен. Біз 3-ші курсқа жеткен кезде сіздер 1-ші курсқа түскенсіздер. Көпшіліктеріңізді танимын, білемін. Шығармашылықтарыңызбен де таныспын. Ол кезде мен факультеттің комсомол ұйымының хатшысы болатынмын. Сондықтан көпшіліктеріңізді танимын. Бүгін өзі керемет бір жиын болғалы тұр. Қарап отырсам, бізде де өзіндік бір өзгерістер, өзіндік бір сабақтастық бар секілді. Қарап отырсаңыздар, журналистика дегеніміздің өзі процесс, үдеріс. Тек қана оқу, ғылым, білім ғана емес, бұл кадрлық жағынан да. Оның шет жағысын өздеріңізде естіп жатқан боларсыздар. Бүгін қарап отырсам, мынандай бір туған күн екен. Ең бірінші, бүгін Мұхамеджан Тынышбаевтың 145 жылдық екен. Дәл бүгін туып. Әнуар Әлімжан дәл бүгін туып. Сіздермен бірге оқыған Серік Байқоновтың туған күні екен бүгін. Міне қарасаңыздар. Ерболдың туған күні екен міне. Қарасаңыздар. Қарасақ, осында бір сабақтасты, ішкі бір рухани байланыс бар сияқты. Біз тегі өткенді, тарихты, кешегіні сыйлап өткен, соны піртітіп отқан қазақпыз ғой. Журналистиканың өзі сол тарихтан өткеннен басталады. Жаңағы мен айтқан, енді алфавиттен бастайықшы. Әлімжан, ол осы факультеттің түлегі, алғашқы да соңғы әзірге халықаралық журналист, жазушылар одағын 13 жыл басқарған адам. Міне бүгін Әл-Фарабиді айтқандай, алғаш рет роман жазған адам Әл-Фараби. Сол Әнуар Әлімжан. Сол кісінің туған күні екен. Енді ол кісіні айтқаннан кейін, одан кейінгі сол кісінің тұстастарын айтпай кетуге болмайды. Мүслім Базарбаев ағамыз, қарап отырсаңыздар. Сол кісінің тұстасы, ол кісі де осы біздің журналистика факультетінің кәдімгі түлегі. 2 рет министр болған адам. Мәдениет және сыртқы істер министрі болған адам. Мен алғашқы әдебиет хрестоматиясын сол кісінің еңбегінен оқыдым. Міне қарап отырсаңыздар. Әдебиетке, мәдениетке, сыртқы коммуникацияға баулыған ағамыз. Қазір ол кісінің аты көп атала бермейді. 3-ші адам. Шериаздан Елеукенов ағамыз. Қарасаңыздар. Біздің факультеттің түлегі. Ол кісі де министр болған адам. Қарасаңыз. Мен қазіргілерді айтпаймын. Сол кісілерден бастайын деп отырғаным. Бұл кісінің ең бір керемет жаңалығы деп білемін. Қазақ романдары, қазақ прозасы туралы монографиялық еңбектерін былай қойғанда, алғаш рет Абайдың қара сөздерін эссе деп таныған сол кісі. Алғаш рет айтқан. Расында да мен таң қалғам. Оған дейін бірде-бір зерттеуші қазақтың Абайдың қара сөзін эссе деп танымаған, сол жанрға жатқызбаған. Керемет жаңалық болған. Философиялық
журналистика. Камал Смайылов ағамыз. Бұл кісі де 2 рет министр болған адам. Біздің факультеттің түлегі. Мен Камал ағаның қарамағында 2 рет жұмыс істедім. Бірі телевизия және радио хабар жөніндегі комитетте, содан кейін Парасат журналында. Кинематографистерді одағы оны басқарғаны 2 рет министр болған адам. Міне осылардың жалғасы қарасаңыздар, осылардың эстафетасын енді одан кейін келе сабақтастықтың бір үзуі ғой. Сіздердің мына қарап отырсаңыз, жаңағы Ербол, жаңағы Байбота Қошым Ноғай, сонан кейін Ержұман Исмайыл сияқты керемет журналистер іліп әкетті. Міне, барлықтарыңыздың аттарыңызды атамағаныма кешірім сұраймын. Өйткені бұған енді уақыт та керек, оған шолу да керек. Міне, осындай үлкен жаңағы мен аты аталған азаматтардың батасын алған, солардың жолын жалғастырған сіздер, біздер енді аласа болмауға тиіспіз ғой. Қарап отырсаңыздар, кемел болуға тиіспіз. Міне, журналистиканың қазіргі сәні де, мәні де осында ғой деп ойлаймын. Журналистика тегінде бұл өзі киелі, қасиетті құбылыс. Қарап отырсаңыздар, бұған таланттар ғана келу керек. Менің өзім түсінігімше. Қазіргідей жасанды интеллектпен мәтін жазамыз де ол меніңше бос әңгіме. Ол өздеріңіз білесіздер, мына Кемел ағамыздың баласы Қасым-Жомарт Кемелұлы айтып кеткен, ана жолдауында біздің елімізге человекоцентризм деген бір терминді біздің алдымызға тастай салды. Яғни адамның айналасында барлық информация, барлық ақпарат айналады. Күннің айналасында айналып жүрген қарап отырсаңыздар. Яғни адамға тәуелді. Адам барлығын жасайды, адам. Сондықтан қош келдіңіздер. Сіздерді, пендерді деп айтайын, көргеніме өте қуаныштымын. Бұдан да көп адамдар адам келеме деп ойлап енді барымен базар. Барлықтарыңа керемет денсаулық тілеймін, керемет шығармашылық тілеймін. Журналистика деген ол бір сәттік, бір мезеттік, бір кезеңді құбылыс емес, ол өмірлік мамандық, өмірлік кәсіп. Ол өмірлік, өмір сүрудің бір керемет болмысы деп айтайын. Сол болмыстан айнымаңдар, айналайындар. Сіздерді біз әр уақытта аманшылықпен көріп жүрейік. Факультеттеріңіз осы, әрине ностальгия да болуы мүмкін, сағыныш та болуы мүмкін. Өткен күндер қайда кетті, ана ұстаздарымыз қайда деген сияқты. Енді өмір деген осы, орын басу реакциясы деген болады, өздеріңіз білесіздер. Бұл да журналистикадағы бір құбылыс. Дендеріңіз сау болсын, мықты болыңыздар, аман болыңыздар, айналайын.